Қазақ халқы бүркітті ерекше қастерлеп киелі құс санаған. Тарихқа көз жүгіртсек, халықтың тұрмыс тіршілігі бүркітпен байланысты болғанын көреміз. Құстың төресі деп атау берген бүркіттің қандай ерекшелігі бар? Қазақ тілінде бүркітке қатысты 1000-жарымға жуық атау бар. Бұған қазақ тіліндегі сөз тіркестері, мақал-мәтелдер және нақыл сөздерде кездесетін бүркіт жайлы теңеулер дәлел. Қыран құсты ерекше дәріптеген қазақ халқы құс патшасы бүркіт, аң патшасы арыстан, көк аспанның әміршісі, құс төресі бүркіт, аспан перісі, қанаттылар тәңірі, дала сермендесі, қанды көз, болат тұмсық деп атау арқылы құрметпен қараған. Қазақ халқының ұғымында бүркіт еркіндіктің, батырлық пен қайсарлықтың белгісі саналды. Бүгінде саны азайып сиреп бара жатқан құстардың бірі бүркіт. Бұл ерекше әдемі құстың ұя басары шәулесіне қарағанда ірілеу келеді. Бүркіт біздің планетамыздағы ең ірі қыраны. Оның денесінің ұзындығы 93 см, ал ол қанатын құлаш жайғанда қанатының ұзындығы 2,5 метрге дейін жетеді. Сұңқар тәрізділер отрядына, қаршыға тұқымдасына жататын құстардың келбеті үшкір ілмек тұмсықты, ұзын қанатты және тырнағы күшті мықты аяты келген. Ересек құстардың қауырсыны қоңыр қара келеді. Сондай-ақ мойнында және басында алтын түсті қауырсындары болады. Бірақ балапандар мен жас құстар аздап өзгеше түсті келеді. Олардың құйрығы ашық түсті болады және қанаттарында ақ дақтары болады. Бүркіт тек жердің солтүстік жарты шарында өмір сүреді. Бұл құсты солтүстік Американың батыс бөлігінде, Африканың солтүстігінде, Европа мен Азияда, сондай кейбір аралдарда кездестіруге болады. Бүркіт елсіз, ашық кеңістіктерде, таулы жерлерде, далалы шөлейтті жерлерде, орманды тундраларда қоныстанады. Қазақстанда оның 6 түр тармағы Маңғыстау, Үстірт, Мұғалжар, Сыр бойы, Қызылқұм, Бетпақдала, Сарыарқа, Тянь-Шань, Тарбағатай, Алтай өңірлеріндегі жазық жерлерде, тау бөктерінде кездеседі. Саны азайып бара жатқан сирек кездесетін құс Қазақстанда кең таралған. Бірақ біркелкі емес, кездейсоқ. Жалаңаш және құз жартасты тауларды, қыраттарды, қарағайлы және басқа да тоғайларды, өзендердің жайылмасын, сексеуілді шөлдерді мекендейді. Қазақстандағы жалпы саны белгісіз, шамасы бірнеше жүз болу керек. Саны азаюының негізгі себептері заңсыз аулау, қолда өсіру үшін ұядан балапандарын алу, ересек құстардың электр сымдарында, қақпан маңындағы уланған жемдерді жеп өлуі және қақпанға түсуі. Бүркітті қорғауды кеңінен насихаттап, заңды түрде қорғау тәртібін белгілеп, аңшы құс ретінде қолда бағу жағдайын жасау керек. Бүркіт мықты және шапшаң аңшы. Бұл құс өзінен әлдеқайда үлкен жабайы құстарды оңай ұстай алады. Бірақ көбінесе қоян, суыр, көзен, саршұнақ, тиін, кірпі, түлкі, тасбақа, сасық иіс секілді кішкентай және орташа келген басқа да жануарларға шабуыл жасайды. Көбіне шіл, кептер, үйрек, бөдене, үкі, қарағұр және тағы басқа құстар бүркіттің жемтігі болып жатады. Бұл үлкен қанатты жыртқыш қой, елік немесе бұғыға дейін шабуыл жасайды. Әсіресе жануар жас немесе ауру болса, міндетті түрде шабуылдайды. Бүркіт шамамен күніне 1,5 килограмм жемтік жейді. Бірақ азық болмаған жағдайда ол 5 күн бойы аш жүре алады. Бүркіттер әдетте өз ұясынан алыс емес бір жерде ғана тіршілік етеді. Тек солтүстік аудандарда тұратын құстар ғана азық табу үшін кейде қоныс аударуға мәжбүр болады. Бұл құстар жемтігін жиі жұптасып іздейді. Ауа райы ашық күндері олар биік аспанға көтеріледі. Ал бұлтты күндері жемтігін ағаштың немесе тастың үстінде отырып іздейді. Қолайлы жыртқыш аңды байқағанда бүркіт бірден шүйіледі. Сол кезде олардың ұшу жылдамдығы сағатына 320 шақырымға дейін жетуі мүмкін. Құс қаншалықты ересек болса, оның жемтікті аулауы соғұрлым сәтті болады. Ал жас құстар жиі мүлт кетеді, немесе жемтігін ұстай алмайды. Бүркіттер аққу секілді адал құстар. Олар тіршілігінде бір-ақ рет отбасын құрады. Шәулі мен ұрғашы бір-біріне өздерінің қабілеттерін көрсетіп, аспанда өздеріне тән би ұйымдастырады. Олар ұшып келе жатып, екпінді бұрылыс жасап, қайтадан көкке самғайды. Содан кейін күрт төмендеп
бір-бірін қуып жетіп, биіктікте қалықтап, ерекше көрініс ұйымдастырады. Бұл құстар ұяны бірге салады. Әдетте бұл шөптен, қауырсындар мен мамықтан жасалған бұталардың жаппай құрылымы. Бүркіттер көбінесе ұяны ағашта немесе жартаста салады. Бүркіттің бір жұбында бір уақытта бірнеше ұя болуы мүмкін. Олар онда балапандарын кезектеп шығарады. Балапандарды ұя басар басады. Бірақ шәулі, ұрғашы бүркіт демалып алу үшін оны алмастырып тұрады. Ол сондай-ақ ұябастар мен балапандарды азықпен қамтамасыз етіп, ұяға жемтік әкеледі. Бүркіт ұясының диаметрі 2 метр, ал биіктігі 1,9 метрге жетуі мүмкін. Бүркіт шеңбелінен 5 келіге дейін салмақты жемтікті көтере алады. Табиғатта бүркіттер 20-30 жыл өмір сүреді, ал хайуанаттар бағында 50 жылға дейін өмір сүре алады. Бүркітті баулып, онымен аң аулау кәсібі саятшылықтың бір түрі. Бұл кәсіппен ертеде көшпелі түркі тектес халықтар шұғылданған. Тарихи деректер бойынша Жошы ханның 3000 бүркітшісі болған. Бүркітті екі түрлі жолмен ұстайды. Біріншісі балапанын ұядан алып қолдан баулу, ондай бүркітті қол бала дейді. Екіншісі бүркітті тағы күйінде ұстап үйрету. Бұлар тірнек, тастүлек, мұзбалақ сияқты тұз құстары. Бүркіт балапанын жем беру арқылы баулайды. Тұғырға отыруға жарасы мен томаға кигізіп, балақбау тағып, қолға қондыра бастайды. Ұшуға жараған кезде етке қант бүркіп, қоян, түлкі, қарсақ сияқты аңдардың терісіне орап, шыжым жіппен сүйретіп жүріп жегізеді. Мұны шырға тарту дейді. Алдымен жас бөлтірік, көжек, түлкінің күшігі сияқты әлсіз аңдарды тірідей шоқытып ауыздандырады. Бұл құсты аңға баулу деп аталады. Ал түз құсын ең алдымен томағалайды да ырғаққа отырғызады. Ұйқыдан қалжыраған бүркіт бірте-бірте адамның ыңғайына көне бастайды. Сол кезде қолдан жем беріп, дыбыс шығарып, басынан, қанат қырынан, арқасынан, жем сауынан сылап сипап үйретеді. Халық ұғымында бүркіт текті әрі киелі құс. Мысалы, балалардың бас киіміне, бесікке бүркіттің бармағын тағып қойған. Академик Әлкей Марғұланның зерттеулерінен қазақ тілінде тікелей бүркітке қатысты 1,5 мыңдай ұғым бар екендігі туралы деректерді кездестіруге болады. Мысалы, бүркіттің әрбір дене мүшесінің жеке бармақтарының, қауырсындарының өз атаулары бар. Құс аяғының өкше бармағы тегеурін, екі ойықтың ішкі жағындағы сұқ бармағы жембасар, орта бармағы сығым, шынашағы шеңгел деп аталады. Қыран бүркіт мықтылықтың, қайсарлықтың, еркіндіктің белгісі. Қазақстан Республикасының туындағы бүркіт бейнесі азаттық айбыны ретінде бейнеленген. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.